Hamid Official. Hamid Official. Баршаға сәлем достар, бұл Hamid Official YouTube арнасы. Бүгін көпшіліктің сұранысы бойынша хип-хоп әлемінің көшбасшысы ретінде танылған рэпер, актер, музыкалық продюсер Тупак Шакур туралы қызықты ақпараттар ұсынатын боламыз. Құрметті арнамыздың жазылушылары, қазақ тіліндегі ақпараттарымызға пікір қалдырып, достарыңызға таратып, қолдау көрсетіп жіберсеңіздер болады. Лесейн Периш Крукс 1971 жылы 16 маусымда Американың Нью-Йорк қаласы солтүстік Гарлем ауданында өмірге келген. Оның әкесі мен анасы да сол кездегі танымал қылмыстық топ Қара Пантераның құрамында болған. Анасы түрмеде жатқан кезде Тупакқа жүкті болған. Ал түрмеден шыққан соң бір айдан кейін болашақ рэп жұлдызды өмірге келген. Сол уақытта баласының есімін оңтүстік американдық революционер Тупак Амарудың құрметіне Тупак Амару Шакур деп өзгертеді. Араб тілінде Тупак Амару сөзі жарқыраған жылан деген мағына берсе, ал Шакур құдайға ризашылық, яғни шүкір дегенді білдіреді. Оның әкесі туралы ақпарат өте аз, дегенмен әйелі мен баласын тастап кеткені белгілі. Ал анасы 150-ге жуық қылмыстық іске қатысы бар деп сотталған. Тупактың атасы Элмер Пратта Қара Пантера қылмыстық тобының құрамында болып көптеген істер бойынша қамалып шыққан. Ол мектеп мұғалімін өлтірген үшін жауапқа тартылған. Ал өгей әкесі Мотулу Шакур ФБР-дің ең қатты іздестірілген қылмыскерлерінің тізімінде болады. 1986 жылы өгей әкесі банктың инкассатор машинасын тонамақ болған. Нәтижесінде 2 полицияшы мен 1 күзетші қаза тапқан. Ал әпкесі Асата Шакур да полицияшыны өлтіріп қамауға алынған. Көп ұзамай түрмеден қашып кеткен. Бір сөзбен айтқанда, Шакур әулеті қылмыстың ордасы болған десе қателеспейміз. Сол кезде қылмыстық топтан алыстау үшін Тупактың отбасы түрлі қалаларға көшіп жүрген. 12 жасында Тупак Гарлемнің 127-ші көше ансамбліне қосылып, бірнеше пьесаларда рөл сомдайды. 1986 жылы отбасымен Мэриленд штатындағы Балтимор қаласына көшіп келіп, сол жердегі өнер мектебінде оқып, актерлік, шеберлік, поэзия, джаз, тіпті балет биінде үйренеді. Ол Уильям Шекспир мен Петр Чайковскийдің пьесаларында ойнайды. Сонымен қатар мектеп ішіндегі рэп батылдарға қатысып, қарсыластарын жеңіп тастап, мектептегі ең жақсы рэппер болып саналады. Өнер мектебінде Тупак талантты әрі белсенді оқушылардың бірі болды. Дәл осы мектепте актер Уилл Смиттің әйелі Джада Панкетпен жақсы дос болған. 1988 жылы Шакур отбасымен бірге Марин Сити қаласына көшіп келеді. Көп ұзамай Тамалпейз орта мектебіне барып, театр қойылымдарында ойнап, ақын жазушы Лейла Штейнбергтің поэзия курсына қатыса бастайды. Сол уақытта Американың көптеген қалалары тым кедей өмір сүрді. Әсіресе қара нәсілділер тұратын аудандарда ақша табу үшін 2 адамның бірі қылмысқа қол ұратын еді. Тупак та осы жолды таңдап есірткі сата бастайды. Рэп жанрына қызығушылық таныта бастаған жас жігіт алғашында MC Нью-Йорк лақап атымен рэптер жаза бастайды. Оның шығармашылық жолы Digital Underground тобында рэп орындаумен бастау болады. Аталмыш топ бірнеше тректерімен өз аудиториясын қалыптастырады. 1991 жылы Тупак өзінің алғашқы Тупакалипсис Now деп аталатын ән жинағын жарыққа шығарады. Керемет орындау шеберлігі, әдемі панчтар, өткір сөздермен көркемделген әрбір трек альбомның сәтті шығуына ықпал етті. Жинақтағы кейбір тректер саясаттың ащы тұстарын қозғап, көпшіліктің көкейіндегі проблемаларды қозғайды. Тыңдармандар ән жинаққа жоғары баға берді. Тіпті Eminem, Nas, The Game секілді рэперлер Тупактың осы альбомнан шабыт алып, рэпке қадам басқан екен. 1993 жылы рэпер өзінің екінші альбомын тыңдармандарға ұсынады. Бұл жинақты көпшілік Тупактың ең ауқымды танытқан сәтті альбом деп айтады. Екінші жинақта да рэпер саяси жағдайларды қозғап өтеді. Біріншісінен де асып түскен альбом американдық Billboard чартында жоғары бағаланады. Сонымен қатар платиналы статусқа ие болады. Өнерлі жігіт тек музыкамен айналыспай, авторитет, поэтичная, Justice фильмдеріне түседі. Сол жылы Тупак өзінің достарымен бірге Zag Life деп аталатын топ құрып, 1 жылдан соң альбомдарын жарыққа шығарады. 1993 жылдың соңында Аяна Джексон есімді 19 жастағы қыз Тупак пен оның достары мені зорлады деп сотқа береді. Тупак тергеу барысында қыздың өзі жақын қарым-қатынаста болуға рұқсат бергенін айтып ақталады. 1994 жылы Тупак досымен бірге студияға келе жатқан кезде лифттің ішінен бірнеше жігіт шығып қару тақайды. Бандылар Тупакқа қалтасындағы барлық заттарын шығаруды сұрайды.
Ол қарсылық білдірген сәтте бірнеше рет Тупакты атып тастайды. Белгісіз жігіттер Тупактың үстіндегі қымбат заттарды алып қашып кетеді. Денесіне 5 оқ тиген Тупак жарақатымен ауруханаға жеткізіліп ем қабылдайды. Бір қызығы, оның қасындағы досына ештеңе болмаған. Көпшілік бұл ұйымдастырылған қылмыс десе, Тупактың өзі бұл шабуылды Notorious Big және Puff Daddy есімді рэперлер жасады деп айыптайды. Сол уақытта Notorious Big пен Тупактың араларында дау-дамай көп болған еді. Оның 5 оқтан аман қалғанның өзі көпшілікті таңғалдырады. Сол жылы Тупак басты рөлдердің бірін сомдаған Сақинаның үстінде фильмі жарық көреді. Арада көп замай бұрынғы іс қайта қозғалып, қыз зорлады деген айыппен полиция рэперді қамауға алады. Тупак жарақатына қарамастан сот залына арнайы коляскада келіп, тағылған айыпты жоққа шығарады. Алайда соттың шешім бойынша 4,5 жылға түрмеге қамалады. Дегенмен бұл жағдай рэпердің 3-ші альбомын жазуға кедергі келтіре алмайды. Осылайша 1995 жылы Тупактың 3-ші ән жинағы жарыққа шығады. Жинақтағы Dear Mama, So Many Tears музыкалары хит-парадта топ жарып, платиналы статусқа ие болады. Музыка сыншылары аталмыш альбомға жоғары баға береді және 1996 жылы үздік рэп альбом номинациясына лайық деп танылады. Әлі күнге дейін бұл жинақ түрлі платформаларда ең көп тыңдалған альбомдар санатына жатады. Түрмеде жатса да рэпер көптеген музыкалар жазған, тіпті кейбіреулерін ұмытып та қалған. 1995 жылдың соңында 10 ай түрмеге қамалған Тупак бостандыққа шығып, Diz Rose Records компаниясымен келісім шартқа отырады. Музыкалық компанияның басшысы сол кездегі танымал продюсер Шуг Найт еді. Ол шоу-бизнеспен бірге қылмыстық әлемінде өте беделді тұлға болған. Шуг Найттың арқасында Тупак өзінің 4-ші альбомын 1996 жылы жарыққа шығарады. Барлығы маған қарайды деген атаумен жарыққа шыққан ән жинақ рэпердің шығармашылық жолы мен хип-хоп тарихында қалған ең үздік альбомдардың бірегейі болды. Альбомда Доктор Дре, Snoop Dogg секілді танымал музыканттармен дуэттер жазылады. 1998 жылдың сәтті шыққан альбом 9 платиналы статусына иеленеді. Сонымен қатар осы уақытқа дейін 10 миллион тиражда сатылып, хип-хоп тарихындағы ең көп сатылған альбомдар тізіміне енеді. Сол жылы рэпер Макавели атауымен тағы бір альбомын тыңдармандарға ұсынады. Рэп жинақ бір аптада 768 мың нұсқада сатылып кетеді. Танымалдылықтың арқасында рэпер концерттерге шығып тыңдармандармен қауышады. Бұл Тупактың жұлдызы жанып тұрған сәттер еді. Өкінішке орай 1996 жылы 7 қыркүйек күні Тупак Шакур белгісіз қылмыскерлердің қолынан қаза табады. Сол күні рэпер өзінің продюсері Шуг Найтпен бірге Лас-Вегас қаласындағы Майк Тайсонның боксына барады. Темір Майк қарсыласын жеңгеннен соң Тупак досы Тайсонды құттықтайды және Майк Тайсонға бұл жеңісті тойлау керек деп клубқа шақырады. Сол жердегі фойеге шыққан кезде Тупактың адамдарының бірі бұл жерде бандылардың бірі жүргенін айтады. Тупак олармен бұрыннан жау еді. Осылайша Тупак Арлонда Андерсон есімді жігітті тауып, оны соққыға шығады. Екі жақты төбелестен соң Тупак пен Шуг Найт BMW көліктеріне отырып клубқа кетіп қалады. Олардың көліктері бағдаршамға келіп тоқтағанда, жанына келген ақ Кадиллак көлігінен белгісіз біреу Тупакқа қарсы оқ жаудырады. Шуг Найт көлікті басқа жаққа бұрып қашып кетеді. Нөмірі жоқ ақ Кадиллак оқиға орнынан ізін суытады. Тупак отырған көліктің артынан күзетшілер бөлек машинада отырған еді. Оларда бұл жағдайға дым түсінбей Шуг Найттың артынан жүреді. Атылған оқтың 4-еуі Тупактың бірнеше жеріне тиіп ауыр жарақаттаған, ал Шуг Найт жеңіл жарақат алғандықтан жедел жәрдем көлігін шақырады. Тупак ауруханада 6 күн ес-түссіз аппаратқа қосылып жатады. Оның жағдайын естіген жанкүйерлері күні-түн аурухананың алдына келіп сауығып кетуін тілейді. Оның жарақаты ауырлап ішке қан кету жағдайы орын алады. 6-шы күні Тупактың анасының айтуы бойынша рэперге қосылып тұрған аппарат өшіріліп, нәтижесінде музыкант бақилыққа аттанады. Оның өмірінен кейін Макавели альбомының сатылымы жылдам өсіп кетеді. Себебі өлімнің алдында жазылған осы альбомда өлім туралы өмірдің қиын тұстары жайында бірнеше тректер бар еді. Тупактың өліміне кінәлі деп көптеген адамдар күдікке ілінді. Оның ішінде Notorious Big пен Puff Daddy басты назарда болды. Тіпті біреулер бұл жағдайға продюсері Шуг Найттан көрді. Себебі бокс кешінен соң Шуг Найт рэперге көліктің қай жеріне отыру керектігін айтқан деген болжамдар бар. Бұл жөнде рэпер Snoop Dogg ашық айтып, Шуг Найтты кінәлаған болатын. Ал Шуг Найт: мен оған қалай қастандық жасайым, егерде машинаның ішінде бірге отырсам, ол кез келген оқ маған тиіп кету мүмкін еді деп айтып өтеді. Тупак гетто ауданында өмір сүрді. Оның жаулары да көп болған.
Алайда дәл осы қылмысты кім жасағаны сол күйінде жұмбақ болып, тарихта ашылмаған қылмыс ретінде қала берді. Бір қызығы, бір жылдан соң Тупактың қарсыласы әрі рэпер Нотариус Бигті де көлік ішінде өлтіріп кетеді. Тағы бір жылдан соң Тупак төбелесіп қалған Орландо Андерсонды да белгісіз біреулер өлтіріп кеткен. Аңыз рэпердің өлімі туралы түрлі болжамдар әлі күнге дейін көпшіліктің талқылауына түскенмен жұмбақ күйінде қалып отыр. 2018 жылы Орландо Андерсонның нағашысы бұрынғы гангстер Дуэйн Кит Дэвис журналистерге берген сұхбатында Тупакты менің жиенім Орландо өлтірді деп атайды. Дуэйн бұл ақпаратты 22 жылдан кейін ғана айтуға шешім қабылдаған. Өйткені оның қатерлі ісік ауру болған. Сондықтан жоғалтатын ештеңе жоқ, мен шындықты қалаймын деп жауап береді. Алайда бұл ақпарат қаншалықты шындыққа жанасатынын ешкім білмейді. Тупактың өлімінен соң оның жарыққа шықпаған музыкалары өңделе бастайды, нәтижесінде 6 альбомы жарыққа шығады. Тіпті альбомдарының бірінде Эминем өзі продюсерлік етеді. Себебі Эминем Тупактың шығармашылығына қатты қызығушылық танытып, өзінің кумирі ретінде көрген. Сонымен қатар 1997 жылы Тупак басты рөлде ойнаған Тығырықта және Қылмыстық байланыстар фильмдері көрермендерге ұсынылады. Сол жылы Тупактың анасы баласының құрметіне орай Тупак Амару Шакур қайырымдылық қорын ашады. Қайырымдылыққа түскен қаражат өнерлі студент жастарға қолдау білдіруге жұмсалады. Forbes журналының мәліметінше 25 жасында қайтыс болған Тупак музыкалық мансабынан $15 миллион табыс тапқан. Оның Лос-Анджелес қаласында зәулім үйі болған, алайда өлімінен соң бұл үй сатылымға қойылған. Оның гаражында Хаммер, Мерседес және Роллс-Ройс көліктері болған. Жеке өміріне келсек, актриса Кейша Морриспен некеде болған, алайда 3 айдан соң ажырасып кеткен. Сонымен қатар әнші Мадонна, актриса Жада Пинкет және Кидада Джонс секілді танымал өнер жұлдыздарымен қарым-қатынаста болған. Оның өлімінен кейін альбомдар мен синглдерінің сатылымы артып, қомақты қаражат жиналған. Гангстерлік өмір мен музыканы қатар алып жүрген рэпер мол байлық жинамаса да артында көп еңбектер қалдырып кетті. 2012 жылы Коачелла фестивалінде Тупактың голограммасы қойылып, мыңдаған жанкүйерлерін тебірентіп тастайды. Осы голограмманы қолдану үшін доктор Дре Тупактың анасының арнайы рұқсатын алған. 2017 жылы Тупак аңыз деген атаумен биографиялық фильм жарыққа шығады. Аталмыш фильм рэпердің өмірінен алынып шығармашылық жолын баяндайды. 2018 жылы Netflix кинокомпаниясы Тупактың өлімі туралы ашылмаған іс атты деректі фильмін жарыққа шығарады. Тупак Шакур хип-хоп мәдениетінің ең көрнекті және беделді тұлғаларының бірі. Көпшіліктің рэптің не екенін Тупак арқылы білдік деп айтып жататыны сондықтан. Ал оның өнері Эминем, Кендрик Ламар, 50 Cent, Ja Rule, Lil Wayne, Дрейк секілді танымал рэперлердің хип-хопқа келуіне тікелей ықпал етті. Тупак небәрі 25 жасында қайтыс болса да, Грэмми және American Music Awards марапатына ие болған. Сонымен қатар ең үздік хип-хоп орындаушы, ең үздік музыкант, ең үздік альбом және ең үздік ән секілді 20-ға жуық марапатты қолға алған. Оның құрметіне Германияда арнайы ескерткіш орнатылса, Нью-Йорк, Болгария, Бразилия елдерінде арнайы граффити суреттері бейнеленген. Тупактың шығармашылығы көптеген жастардың өнерге бет бұруына ықпал етті және де ерекше шабыт сыйлай білді. Аз ғана ғұмырында ұмытылмас еңбектер қалдырған Тупак Шакур миллиондаған жанкүйерлерінің есінде қалары сөзсіз. Тупактың өткір сөздері цитата ретінде әлеуметтік желілерде көп таралған. Ол қоғамның кемтар тұстарын ашы сөздермен ашық айтатын болған. Достар, мені Тупак айтқан мына сөз қатты толғандырады. Олардың соғыс жасауға ақшасы бар, бірақ олар кедейлерді тамақтандыра алмайды дегені. Байқасаңыз өте ауыр сөздер, дәл қазіргі қоғамда суреттеп тұрғандай. Достар, сіздердің сұраныстарыңыз бойынша дайындалған Тупак Шакур туралы ақпараттарымыз осы еді. Алдағы уақытта қай өнер жұлдызы, қай спортшы туралы ақпарат бергенімізді қалайсыз, төмендегі комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер. Егер де қиын болмаса, осы видеоның астына лайк басып, достарыңызға таратып, қолдау көрсетіңіздер. Төменде Telegram каналымыздың сілтемесін қалдырдым. Тіркеліп, видеоларды бірінші болып тамашалаңыздар. Бұл Хамид Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамид, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қасиетті Рамазан айында тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын.